Сәлем достар, сіздермен бірге Салтанат. Бүгін үй жағдайында тез дайын болатын, тортты қажет етпейтін пирог жасайтын боламыз. Бізге керегі бір жұмыртқа, ыдысымызға салып аламыз. Қантымызды салып аламыз, 50 грамм қантымыз, 80 грамм сұйық майымызды салып аламыз. Енді араластырамыз. Қанты ерігенше араластырып аламыз. Міне қанты еріді. Енді үстіне бір апельсиннің сыртын қырғыштан өткізіп саламыз. Енді апельсиннің седрасын араластырамыз. Үстіне 250 грамм ұнымызды салып, бір қасық разрыхителімізді салып, жұмсақ әдемі қамыр илейтін боламыз. Міне қамырымыз дайын болды. Қамырымызды демалтырмаймыз. Бірден жасап кете берсеңіздер болады. Міне біздің қамыр дайын болды. Енді мен дәл осындай лиске жасайтын боламын пирог. Қамырымызды екіге бөлдім. Бір бөлігі үлкендеу, бір бөлігі кішкентай. Енді үлкен бөлігін мынандай формамызға жақсылап жайып аламыз. Формаға барлық жеріне тигізіп, бірдей етіп жайып алатын боламыз. Ал міне мен жайып болдым, дайын. Енді жаңағы қалған қамырымызды 3 бөлікке бөліп алатын боламыз. Үлкен бөлігін дәл осындай етіп, ұзындау етіп, ақырындап жайып аламыз. Өйткені қамыры өте жұмсақ, үзіліп кетеді. Міне дәл өйстіп, ұзын етіп жайып аламыз. Енді жайылған қамырымызды формамыздың ішіне дәл видеодағыдай етіп қойып орналастырып аламыз. Міне дәл өйстіп, жетпеген жеріне дәл өйстіп қосып жіберулеріңізге болады. Міне енді қалған қамырларды дәл осындай етіп жайып, видеодағыдай етіп қойып аламыз. Міне енді соңғы қамырымызды қойдық. Дәл осылай етіп жасап аласыздар. Міне болды. Ал міне енді ішіне салатын өрік, қара өрік, шапталымызды турап аламыз. Мен алдымен өріктен бастадым. Өрігімізді майдалап, 4 бөлшектеп турап алатын боламыз. Міне өрікті мен турап алдым. Енді шабдалымызды да дәл осылай турап алатын боламыз. Одан кейін қара өрікті де дәл солай турап аламыз. Ауыстырсаңыздар да болады, алма, басқа жемістерді салсаңыздар да болады. Мен қара өрік, шабдалыны таңдадым. Қара өрігімізді де дәл майдалап турап алатын боламыз. Міне барлығын мен турап алдым, 3 жеміс. Енді жаңағы пирогымызға қарақаттың вареньесін жағып шығамыз. Дәл видеодағыдай етіп, шұқалау етіп жағып шығамыз.
қалаған вареньелеріңізді жақсаңыздар болады. Менде осы варенье, соны ғана жақтым. Шабдалының, алманың повидлаларын жақсаңыздар болады. Тек повидла болу керек. Қоюлы болса тіпті жақсы. Міне вареньені мен бір қатарына жағып шықтым. Енді осы вареньенің үстіне мен қара өрігімізді дәл үстіп салып шығамын. Теріп, әдемілеп, жан-жағын дұрыстап салып шығамыз барлық жеріне. Ал міне қара өріктерді қойып шықтым. Енді екінші қатарына тағы да вареньемізді жағып шығатын боламыз. Дәл солай барлық қатарына варенье жағып, жемістерді теріп шығатын боламыз. Өте оңай, уақыттарыңызда көп алмайды, өте дәмді. Үйде жасап көріңіздер. Қазір жаз мезгілінде барлық жемістер қолжетімді. Қалаған жемістеріңізден пайдалануларыңызға болады. Мен екінші қатарына өрікті теріп шықтым. Міне өрікті теріп шықтым. Ал міне үшінші қатарына тағы да вареньемізді жағып, үстіне шабдалымызды теріп шығатын боламын. Ал міне шабдалымызды теріп шықтық. Дәл осылай жалғастыра береміз. Енді ортасына тағы да вареньемізді жағып, қара өрік сливамызды ортасына салатын боламыз. Дәл осылай 180 градусқа пешімізге 20 минутқа пісіріп алатын боламыз. Ал міне біздің пирогымыз дайын болды. Қаласаңыздар үстіне сахарный пудра, я шоколад ертіп себулеріңізге болады. Қалағанша әрлеулеріңізге болады. Міне біздің пирогымыз дайын болып шықты. Өте жұмсақ, дәмді. Міне үйде жасап көріңіздер. Менімен бірге видеоның соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Баршаңызға ас болсын. Менің каналыма тіркеліп, комментарий бөліміне осы пирог жайлы өз пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Сіздердің пікірлеріңіз мен үшін өте маңызды. Баршаңызға рахмет.